Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Гүлжайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін видеода лимон қосылған судың пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Лимон қосылған судың ағзаға өзіндік пайдасы бар, бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Әсіресе вирустық аурулар жұққанда иммунитет көтеру үшін өте маңызды. Лимонды су ағзада темір мен мырыш, басқа да минералды заттарды жақсы сіңуіне, коллагеннің синтезделуіне көмектеседі. Тағы да бір пайдасы ас қорытуға көмектеседі. Лимон қосылған су асқазан мен өт сөлінің бөлінуін тездетеді де, соның әсерінен майлы тағам жылдам қорытылады. Ол үшін достар, асқа дейін 30 минут бұрын ішкен жөн. Және достар, лимон қосылған суды аш қарынға ішуге болмайды. Өйткені лимон қосылған судың өзі қышқыл болғандықтан асқазан қышқылдығын тез көтеріп жібереді. Сондықтан достар, таңертең 1-2 стакан жылы су ішкен дұрыс.